арманның көктегі. Мектебім келеміз тағы да, күн сайын өзіңді сағынам. Сырғылап соғылды қоңырау, бала бағына. Мектебім, аяулы мектебім, бағында гүлдей боп көктедім. Өзіңсің білдің жолағы, нәр алып келемін. Мектебім, аяулы мектебім, бағында гүлдей боп көктедім. Өзіңсің білдің жолағы, нәр алып келемін. Келеміз қуанып біздайым, мектебім сен жылы жұбайым. Ал қара есігін ашады, ашалып күн сайын. Мектебім өзіңді сүйемін, өзіңді санама сүйемін. Аяулы ұстаздар алдында басымды иемін. Мектебім, аяулы мектебім, бағында гүлдей боп көктедім. Өзіңсің гүлдің жолағы, нәр алып келемін. Мектебім, аяулы мектебім, бағында гүлдей боп көктедім. Өзіңсің гүлдің жолағы, нәр алып келемін. Сонымен бүгін неше алды? 5, 4, 3, 2. Мен сендегізімді сабақ тек 5 пен 4-ке оқитынмын. Баяғы өзінің шәкірті Бейсенбай Асхат екен. Айналайын, амансың ба? Айналайын, амансың ба? Менің бүгінгі шаруам ертеңгі ұрпақ болашағы. Неге осы жастар білімдерін ортаға салып шетелде жүр? Не бір жақсы оқыған оқушыларымыз мектепті бітіріп, басқа қалаларда да қалып жатыр. Соларға ұсыныс жасап, түсіндіріп, өзіміздің жерімізді, бейне өзі көтеруге, өзіміздің туған жерге келуге қолға салсақ қайтеді? Мен бір өзім оқытқан шәкірттерімді айтайын. Сен соларға барып, келісіп, сөйлессе қайтеді? Әссалам, Әйнел апай, сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Мені танымай қалдыңыз ба? Мен Бейсенбай Асхатпын ғой. Кеше ғана қалаға келгенмін. Мойындамаңыз, бәрі жақсы. Сіздің айтқаныңыз болады. Баяғы өзіңізден оқыған Садар Әміржанды білесіз ғой? Сол қазір денсаулық министрі болып тағайындалып жатыр. Ал Әбжан білеміз, балабақша мен мектепті көмектемекші, білім бөлімінің бастығы. Ерболған Сұлтан ғылым атағын жеңіп алған, ғылыммен айналысып жатыр. Беден Мәди нар банкының директоры. Ал Мұхамеджан Бегасов болса, Астанада президенттікке үміткер. Абай, саспаңыз, біздің сыныптың бәрі құр емес, көбісі кәсіпкер. Біз өз отанымызға ғана қызмет етеміз. Бәрекелді, қуанып қалдым ғой. Рахмет.
көп рахмет. Ал енді мен сенің уақытыңды алмайын. Әкімнің жұмысы көп қой. Рахмет. Сау бол. Сау бол. қуанышта көргеніме өзім үлкен қуаныштымын. Толқытта тұрмын. Осыдан 4 жыл бұрын алғашқы қоңырауда қолдарынан жетектеп әкелген балаларымыз міне 4 жыл оқып, қанаттары қатайып, Бастауышпен қоштасқалы отыр. Бүгін үлкен той, үлкен мереке болып жатыр. Ата-аналар, сіздерге осы тәрбиелеп отырған балаларыңыздың қызықтарын көріңіздер. Осылардың қасында мектеп бітіргенше тәрбиелеп, балалардың бақытты болуы ата-анасына байланысты. Сондықтан сіздер аман болыңыздар, тек осы шәкірттердің қызығын көріңіздер. Ата-аналар оның бір жағы, әрине Бастауышта негізгі қаланған білім, екінші ата-аналардың жауапкершілігі. Мен ата-аналарға сондай риза болатынмын. Өйткені қандай да бір тапсырма берсең, ата-аналар ылғи жауапкершілікпен балаларына қарап, солай дайындап жіберетін. Мен сондай риза болып отыратын, бір дайындалмай келген, бір сабақта бір-екі бала болмаса, ылғи сабаққа бұлар дайын жүрген балалар еді.